Саламатсыз құрметті көрермен, Қонаев медиа арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Шапағат Мырзабекова. Елімізде өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында жаңа талаптар енгізілді. Бұл туралы сала өкілдері брифинг барысында хабарлады. Жаңа ережелерге сәйкес енді қауіпті өндірістік нысандары бар барлық кәсіпорындарда арнайы бақылау қызметін құру міндетті болады. Бұрын өндірістік бақылау еңбекті қорғау қызметімен бірге жүргізілсе, енді олар толық бөлінеді. Мамандар қауіпті өндірістік нысандарға мұнай газ объектілері, жанармай құю бекеттері, химиялық зауыттары жататынын айтады. Бұл нысандарда адам өмірі мен қоршаған ортаға төнетін қауіп жоғары, сондықтан мемлекеттік бақылауда айтарлықтай күшейтілді. Егер тексеріс барысында адам өміріне нақты қауіптің бары анықталса, инспекторлар кәсіпорынның немесе жекелеген техниканың жұмысын уақытша тоқтата алады. Брифинг барысында газ жүйесінде қызмет көрсетуге қатысты жаңа талаптар да айтылды. Газ саласындағы техникалық қызметтерді кез келген мекеме жасай алмайды. Себебі заңда қазір екі подпункт қарастырылып отыр. Ол табиғи газға және сұйытылған газ бойынша техникалық қызмет көрсету тек аттестатталған, мамандандырылған өз біліктіліктерін дәлелдеген мекемелер ғана жүргізе алады. Бұл дегеніміз негізі енді апаттардың алдын алу, осы қоршаған ортаны қорғауға бағытталған негізгі шара. Ұйғыр ауданындағы Прима құс серіктестігі елімізде құс етін өндіруде жетекші кәсіпорынның біріне айналды. Өндіріс қуатын 50%-ға арттырудың нәтижесінде жылына 26 мың тоннадан астам өнім шығаруға мүмкіндік бар. Отандық тауар экспортының көлемі де жыл сайын ұлғайып келеді. Шалғайда орналасқан құс фабрикасының жұмысын әріптесім Аружан Мұратқызы көріп қайтты. Өнімнің сапасы мен қауіпсіздігі басты орында. Осы талапқа сай отандық компания өндірістің әр кезеңіне ерекше мән береді. Мұнда жем шөптен бастап құс өсіріп, ет өңдеп, дайын тауарды қаптауға дейінгі барлық жұмыс бір жүйеге келтірілген. Кәсіпорындағы өндірістік үдеріс құсты алдын ала дайындаудан басталады. Өңдеу жұмыстары шариғат талаптарына толық сай белгіленген технологиялық тәртіп қатаң сақтала отырып жүзеге асырылады. Одан кейін құс тазалау цехына жіберіліп, барлық өңдеу сатыларынан өтеді. Салмағы мен сапасы мұқият тексерілген соң, өнім бөлшектеу және қаптау цехына жолданып, тұтынушыға жеткізуге дайын күйге келтіріледі. Қаптаманың салмағы 13,5 килограммнан кем болмау керек. Ал егер де индивидуальный упаковканы алатын болса, оның минимальный салмағы 850 грамм болу керек. Ет өнімдерін 60-50 тоннаға дейін өндіреміз. Еттің сапасын біздің жұмысшылар қалай таңдайды? Бұларға арнайы біз ақпаратты жинаймыз, оларды үйретеміз. Үйретіп болғаннан кейін біз оларға кішігірім экзамен жасаймыз. Барлық сапаның еттерін көрсеткеннен кейін. Кәсіпорын жаңа бағыттарды тұрақты түрде дамытып, отандық және шетелдік тұтынушыларды сапалы әрі дәмді тағамдармен қамтамасыз етуді мақсат етеді. Бүгінде шығарылатын ассортимент 100-ден астам атауды қамтиды. Олардың қатарында әртүрлі шұжық түрлері, жартылай фабрикаттар мен дайын кәуап өнімдері бар. Мы поставляем большое количество продукции. Компания өнімдерінің едәуір бөлігі шетелге экспортталады. Өткен жылдың қорытындысы бойынша өнімнің 38%-дан астамы Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей, Дубай және Әзербайжан елдеріне жөнелтілді. Қазіргі таңда Қытай, Монголия және өзге де елдерге шығу үшін жаңа нарықтарды игеріп жатырмыз. Сонымен қатар ірі сауда желілерімен тығыз әріптестік орнатудамыз. 2026 жылдың мамырына дейін өндіріс көлемі 35 мың тоннаға дейін ұлғайып, 12.200 тонна астық сақтайтын элеватор салыну жоспарланып отыр. Қазіргі таңда кәсіпорында 750-ден аса адам еңбек етсе, жоспар бойынша жұмысшылар саны 1200-ге дейін артпақ. Аружан Мұратқызы, Бекжан Кенжебай, Қонаев медиа. Алматы облысында Қазақстан халық партиясы жақтастарының форумы өтті. Іс-шарада әлеуметтік әділеттілік пен тең мүмкіндіктерді ілгерілету бастамалары айтылды. Форумда партияның филиал басшылары мен белсенділері пікір алмасты. Форум Қазақстан халық партиясының ашық диалог пен инклюзивті саясатты қолдайтын қоғамдық алаң ретіндегі рөлін көрсетті. Біздің басты күшіміз аймақтарда халықтың арасында. Бүгінде партиямыздан 25 жылы 991 депутаттық сауал жолдары және 1292 азаматтың өтінішін қарады. Оның 692-сін 10 шешуге көмектесті. Сондай-ақ біздің халық күні
жобамыз да нақты нәтижесінде бұл халықтың проблемаларын анықтап, оларды шешуге арналған партиямыздың жобасы. Жиында инклюзия мәселесіне ерекше назар аударылды. Қатысушылар инклюзивті саясат қоғамдағы түрлі әлеуметтік топтардың, жастардың, әйелдердің, көп балалы отбасылардың, ауыл тұрғындарының және еңбек адамдарының тең мүмкіндіктерін қамтамасыз етуге бағытталуы тиіс екенін атап өтті. Халықпен және медицина қызметкерлері арасында бір-бірінің түсініспеушілігі артып, денсаулық сақтау саласындағы сенімі арту үшін, сонымен қатар білім саласына, былайша айтқанда мамандандыру, жас буындармен нақты өздерінің таңдайтын мамандары тек қана дипломын алып сандықта қалып кетпей, әрі қарай еліміздің өркендеуіне, көркеюіне және де үлес қосуына байланысты осындай іс-шаралар жүргізіп жатыр. Партиялықтар айтуынша, өңірлерде жүзеге асырылып жатқан әлеуметтік жобалар халықтың өмір сапасын арттыруға бағытталған. Бұл бастамалар еліміздің әр саласында өзара түсіністік пен сенімді нығайтуға ықпал етеді. Форум соңында Алматы облысының дамуына үлес қосқан бірқатар мамандар марапатталып, партия қатары жаңа мүшелермен толықты. Салтанатты жағдайда партиялық билеттер табысталды. Халықтың, зейнеткерлердің, мүгедектердің, қарапайым халықтың мүддесін қорғау партиясы болғандықтан мен де өзімнің үлесімді қосқым келеді. Сол себепті мен осы партияны таңдадым. Ұйымдастырушылардың айтуынша, күш әрқайсымызда форумы партияның өңірлік деңгейдегі жұмысын күшейтіп, әлеуметтік бағыттағы бастамаларға серпін бермек. Дастан Маратұлы, Бекжан Кенжебай, Қонаев медиа. Райымбек ауданына қарасты Сарыбастау ауылында бір отбасының 4 мүшесі қайғылы жағдайда көз жұмды. Алдын ала болжам бойынша оқиға ыстан улану салдарынан болуы мүмкін, алайда қазіргі уақытта бұл ақпарат нақты расталған жоқ. Қайтыс болғандар 1955 және 1974 жылы туған 2 ер адам, 1984 жылы туған әйел, сондай-ақ 1,5 жасар бала. Отбасы оңаша қыстақта тұрды. Туыстары бірнеше күн бойы хабар ала алмаған соң іздеп барып, үй ішінен барлығының жансыз денесін тапқан. Қайғылы оқиғаны бірден аудандық полиция бөліміне хабарлаған. Қазіргі таңда барлық мәйіттер сот медициналық сараптамаға жіберілді. Құзырлы мекеме тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бауырымыз сол төменде қорада мал бағатын еді ғой. Кешкісінен жатар кезде бір от жағады ғой. Сол шамасы сол от көмір сағырақ болып, сол дұрыс тартпай сондай станбаған ғой. Кешеге барып келген жігіттер айтып жатты. Үйдің ішіне кірген кезде уже ыстың иісі деген қатты шығып тұрды. Алматы облысы Қарасай ауданында есірткі қылмысын жасады деген күдікпен 41 жастағы ер адам ұсталып, санкциясымен қамауға алынды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен полиция қызметінің бірлескен жедел іздестіру шарасында күдікті Тұрар ауылында қолға түсті. Жеке тінту кезінде одан шамамен 10 грамм кептірілген өсімдік тектес зат тәркіленді. Сонымен қатар үйінің жанында орналасқан нысаннан арнайы жабдықталған бөлме анықталды. Сот химиялық сараптама қорытындысына сәйкес тәркіленген зат жалпы салмағы 3 келі болатын марихуана деп танылды. Күдікті кінәсін мойындады. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізілуде. Іле ауданы Боралдай кентіндегі нөмірі 17-ші мектепте республикалық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Адал азамат біртұтас тәрбие тақырыбындағы жиында білімгерлердің тұлғасын дамытудың заманауи тренді талқыланды. Тақырыпты Дастан Маратұлы жалғастырады. Конференция Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетімен бірлесе ұйымдастырылды. Шара барысында тәрбие жұмысының заманауи модельдері, білім беру ұйымдарындағы табысты жобалары мен педагогтың кәсіби рөлі кеңінен талқыланды. Іс-шараға мектеп директорлары, педагог зерттеушілер, әдіскерлер, қоғамдық ұйым өкілдері тәжірибе алмасу мүмкіндігіне ие болды. Бүгінгі конференциямыздың мақсаты отанының тағдырына бейжай қарамайтын, күнделікті өзінің еңбегімен, адал табысымен өз еліне пайдасын тигізетін адал азаматты тәрбиелеу. Шара барысында бағдарлама мазмұны, негізгі бағыттар, табысты жобалар, педагогтердің кәсіби рөлі мен жауапкершілігі мәселелері қарастырылды. Конференция жас ұрпақтың бойында адалдық, отансүйгіштік пен азаматтық жауапкершілікті қалыптастыруға бағытталған кәсіби алаңға айналды. Оқушыларды осы қазір қалыптастырып тұлға ретінде дамыту үшін міндетті түрде ата-аналар керек.
ата-аналар өздерінің үлестерін қосу керек. Ата-аналар әр сөзін, әр іс-қимылын сараптау керек. Соларға қарап балалар өседі. Іс-шарада педагогтар өз тәжірибелерімен бөлісіп жаңа әдістемелерді талқылады. Сабақ барысында өмірлік жағдайларға негізделген тапсырмалар мен қоғамдық жұмыстарға қатыстыру арқылы оқушылардың елге деген сүйіспеншілігі мен азаматтық жауапкершілігін қалыптастыруға болатыны айтылды. Сонымен қатар бұл тәсілдер адал азамат бағдарламасын білім беру ұйымдарында тиімді іске асырудың нақты жолы ретінде ұсынылды. Жасанды интеллект туралы біріншіден ол қазір тренд болып жатыр білім саласында. Сол бойынша балаларға құндылықты қалай дәріптеу керек, ата-аналармен жұмыс практикалық жүзінде деп айтсам болады. Көптеген нәрсе үйрене алдық, өзімізге аларымыз, түртіп аларымыз өте көп болды. Конференция мектеп үшін ғана емес, жалпы білім беру жүйесі үшін де маңызды диалог алаңы болды. Іс-шара барысында қатысушылар өзара пікір алмасып, тәжірибе бөлісті. Жиында ұсынылған тың идеялар мен тиімді тәжірибелер алдағы уақытта мектептер мен білім беру ұйымдарының жұмысын жетілдіруге серпін беретіні атап өтілді. Дастан Маратұлы, Бекжан Кенжебай, Қонаев медиа. Жапониядан жаңа зерттеу әдістерін меңгеріп келген облыстың мектеп басшылары әріптестерімен тәжірибе алмасты. Қарасай ауданында өткен семинарға 100-ге жуық мұғалім жиналды. Бірегей әдіспен қазіргі уақытта 3000-нан астам оқушы білім алуда. Оқу бағдарламасына жасанды интеллектіні пайдалану мәдениеті сынды инновациялық тақырыптар енгізілген. Тақырыптар әріптесім Ақжан Анапия жалғастырады. Семинар инновациялық мектеп моделі сабақты зерттеу арқылы оқыту сапасы мен мектеп мәдениетін арттыру идеясы аясында өрбіді. Басқосуда ғылымға негізделген тақырыпты зерделеп жүрген оқушылар жобаларын таныстырды. Сондай-ақ инклюзивті білім алып жүрген ерекше балалар да жұмысын көрсетті. Іс-шарада педагогикалық менеджмент, инновациялық тәсілдер және мектептегі көшбасшылық тақырыбы кеңінен талданды. Ұжыммен жүзеге асырылған зерттеу жұмысы кәсіби дамудың тиімді тетігі дейді мамандар. Бұл жерде Жапон мектептеріндегі бұл сабақты зерттеу әдісі көп жағдайда біздің ашық сабақпен салыстырады. Бұл жерде бұл ашық сабақтан кеңірек. Себебі бұлар сабаққа дейінгі кезеңнен басталады. Негізгі мынау рутиналық жұмыс сабаққа дейінгі болады, сабаққа дайындық. Сабақтың жақсы өтуі сабақтың жақсы дайындығына байланысты. Сондықтан бұлар осы сабақтың өтуіне ғана емес, сабақтың дайындығына көп көңіл бөледі. Және бұл сабақ кезінде тек қана білім ғана емес, білімнен бөлек әртүрлі дағдыларды қалыптастыратын әдістерді қолданады. Өз білесіздер, бүгінгі таңда мектептерде әрине түрлі жабдықтармен, заманауи жабдықтармен жабдықталғанымен, ол бізге құрал болып қана қалады. Бізге негізгі нәтижеге жету үшін ол мазмұн болу керек. Ол әлбетте сабақтың мазмұны. Сондықтан бұл жерде lesson study бойынша жаңағы зерттеулер, тағы да басқа зерттеулерді бүгінгі ұстаздарымыз өздерінің тәжірибесінен өткізген нақты нәтижесі бар жұмыстарды көрсетіп жатыр. Жасанды интеллект маманның орнын баса алмайды. Ол көмекші құрал. Осындай мазмұн мен тәжірибе алаңында жасанды интеллектіні пайдалану жайлы кейстер талданды. Әрине жасанды интеллектіні жас ұрпаққа жеткізу, онымен сауатты жұмыс жасау, ол білім саласына өте үлкен міндет болып жүктеледі. Осы орайда бүгінгі күні біздің әдістемелік орталық тарапынан жасанды интеллектіні осы тәжірибеге енгізуде, оның үстіне оның жасанды интеллектіні сабаққа кіріктіруде біз бүгінгі күні кеше ғана мен үлкен есеп жасадым, 23 іс тәжірибе таратып, сол бағытта әдістемелік шаралар өткіздік. Соның ішінде ерекше атап өтетін болсақ, халықаралық деңгейде бір үлкен шара өткізіп, ол жерде бізде Қырғызстаннан, Өзбекстаннан, Түркиядан және өзіміздің қазақстандық педагогтер тәжірибесін бөліскен болатын. Қатысушылар білім берудегі инновациялық әдістерді мектеп тәжірибесіне енгізудің маңызын атап өтті. Аталған семинар оқыту сапасын арттырып, ұжым ішіндегі мәдениетті қалыптастыруға және инновациялық әдістерді сапалы қолдануға бағытталған маңызды қадам болды. Ақжан Анапия, Нұрлан Досмағамбетов, Қонаев медиа. Бүгінге осы, құрметті көрермен, толғандырған мәселелеріңізге біздің әлеуметтік желідегі парақшаларымыз ашық. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар.